Маңызды хабарландыру, маңызды құлақтандыру. Атажұрт еріктілері 2019 жылдың ақпанның 5 күні Алматы облысы Талдықорған қаласы маңындағы Текелі және Қарабұлақ елді мекендеріне барады. 5 ақпан Текелі қаласында арыз қабылдаймыз. Арыз қазақ, ағылшын, қазақ, қытай, қазақ, орыс, қазақ, түрік тілдерінде болады. Аудармашыларды ертіп барып, сол күні бір жолда бірнеше тілде арызды қабылдаймыз. Екіншісі, ақпанның 6 күні Алматы облысы Қарабұлақ елді мекенінде арыз қабылдаймыз. Осы хабарламаны тұтас туыстарыңызға, жерлестеріңізге тоқтаусыз таратыңыздар. Атажұрт еріктілерінің мүшесі Тілектің телефоны 8702 639 88 82. Атажұрт еріктілерінің мүшесі Қайраттың телефоны 8702 34 71 777. Ал Атажұрт еріктілерінің мүшесі Дәулетжанның телефоны 8701 178 68 68. Ал Текелідегі ұйымдастырушы жігіт, Текелідегі белсенді азамат Бақыттың телефоны 8777 22 36 238. Ал Қарабұлақтағы ұйымдастырушы белсенді азамат Ермектің телефоны 8776 197 79 99. Құрметті Қытайдан көшіп келген бауырлар, егер сіздің Қытайда қандайда бір туысыңыз, досыңыз, жерлесіңіз Қытайдың саяси үйрену концлагерінде отырған болса, қамалған болса, жазықсыз сотталған болса, немесе бір отбасы екіге айырылып, Қазақстанда бас қосалмай екі жақта зарлап отырған болса, қандайда экономикалық, саяси, рухани, құқықтық зардап шегіп жатқан болсаңыз, онда шағымданыңыз. Шағымдануға тиісті адамдар өздерінің құжаттарын, көшірмесін немесе түпнұсқасын, Қытайда түрмеде отырған жәбір көрген туысының, танысының құжатын, суретін, қашан ұсталды, қашан, қай жерде, не үшін ұсталды, мүмкін болса оның жеке куәлігінің, мүмкін болса оның паспортының, ықтияр хатының, немесе қандайда бар суретінің көшірмелерін алып келіңіздер. Ал ешқандай дәлел дерек таба алмағандар амалсыздан өзінде қолында бар шектеулі дәлелдерменен арыз берсін. Атажұрт еріктілері арызды жалғасты түрде Алматы облысы, Шығыс Қазақстан облысындағы аудан, ауыл, елді мекендерден жуырда тоқтаусыз түрде арыз жинауды жалғастырады. Сол үшін әр жердегі жергілікті азаматтар, егер сіздер 30-дан артық шағымданушының басын қосалсаңыздар, Атажұрт еріктілері бір жолда 5-6 аудармашысын ертіп барып, 5-6 тілде арызды қабылдап қайтады. Және сіздерге жағымды жаңалық, халықаралық кісілік құқықты қорғау ұйымдарымен ұйымдаса отырып жазған бланкіні, яғни ағылшын және қазақ тілінде жазылатын арыздың үлгісінде ала барып, сіздерге сол бланкіні, яғни графаны толтыруды үйретіп, қолдарыңызды қойғызып, жазбаша арыздың үлгісінде алып қаламыз. Ол қазақ және ағылшын екі тілде болады. Сондықтан әрбір ауыл, елді мекендердегі азаматтар Атажұрт еріктілерінің белсенді мүшелерімен хабарласыңыздар. Бұл мәлімдемені таратушы Серікжан Біләшұлы, Атажұрт еріктілерінің басшысы, 2019 жыл 2 ақпан.